Америка осығанға дейін тек көтеріп, бірақ қайта қойып келген. Еуроодақтың өзі көтеріп, қайта қойып келген. Орыстар әр көтерген сайын байбалам салып, біресе баспасөз хатшысы Пескоп, біресе Захарова, біресе Медведевке дейін ойбайлайтын бір мәселе ең соңында осыдан бірнеше сағат бұрын шешілді. Орыстарды ойбайлататын бұл қандай мәселе еді? Ол батыста мұздатылған, яғни фроузен етілген, мұздатылған орыстың активтері, ақшалар, жылжымайтын мүліктері, қаражаттары. Осы мәселені қозғау, оларға қол тигізу, саусақ ұшын тигізу енді үстел астынан үстел бетіне шықты. Жұрттың бәрі ойлайды. Бұл Ресей кезінде батыс елдеріне салған, яғни банктеріне салған бұл ақша енді олардың өз қолында емес пе? Алам десе алады, мұздатам десе мұздатады, пайдаланам десе пайдаланады, бұда тұрған не бар дейді. Жоқ, ағайын, ондай оңай шаруа жоқ. Батыста бұл Ресейдің шетелде мұздатылған ақшасынан түсетін табысты жұмсау туралы бұл сөз қанша мәрте ұзағынан көтеріліп, енді осыдан бірнеше сағат бұрын ғана бұл мәселенің шешім етілуі, бұл аса үлкен финанстық, банктық заңдарға, аса үлкен бұл туралы жазылған жарғыларға, конвенцияларға, тіпті кейбір мемлекеттердің банктық секторларды бақылайтын конституциялық ережелеріне дейін бұл шарпысады. Яғни бұл жерде кез келген адам, кез келген мекеме бұл шешімді жайдан жай қабылдай салмайды. Бірақ сеңнің шеті сөгілді. Қайталап тұрып айтам, сеңнің шеті сөгілді. Енді орыстың мұздатылған ақшасы енді орыстың ілкінен кетті. Қайталап тұрып айтам, Иранның ақшасына қол сұғылмай 79 жылдан бері. Міне, 45 жылдан бері Иранның бұрынғы мемлекетінің ақшасы сол күйі тұр. Сол күйі тұр. Тура осы сияқты құбылыстар батыста ежелдің ежелінен бар. Бұл олардың біртүрлі мемлекеттік қаржылық сенімділігінің себебі. Енді қараңдар, енді Ресейдің барлық мұздатылған ақшасының өсімі Украинаға беріліп отыратын болды. Бұл басы. Енді аяғы сол ақшаның өзін ең соңында Украинаға беру мүмкін. Немесе Украинаға берілген көмектердің төлем ретінде батыс өз мемлекеттік шығындарын сол арқылы жабуы мүмкін. Орыстар егер өз түссеңдер атом жарамыз, өз түссеңдер Лондонға атом жібереміз, өз түссеңдер Вашингтон мен Нью-Йоркты картадан өшіріп тастаймыз деп, орыстар қанша мәрте байбалам салды. Бірақ бұл шешім қабылданғалы бірнеше сағат болды, орыстар бармағын шайнап үнсіз отыр. Енді ертең Ресейде таң атқан кезде, Мәскеуде таң атқан кезде Путин қандай мәлімдеме таратады, ол қызықтың көкесі сол болып тұр. Бұл аса жағымды жаңалық. Екінші бірі. Иранның президенті Раиси өлді. Бұл Раисидің өлуі туралы бірнеше мәселені айтуға болады. Барлықтарыңызға белгілі, бұл Раиси, Иран, бұл Орыс Қытайдың сенімді одақтасы. Дүниедегі зұлымдық одағы дейтін одақтың үштіктің біреуі. Баршаларыңызға белгілі. Екінші дүниежүзілік соғыста Германия, Италия, Жапония үштік зұлымдық одағы құрылған болса, дәл қазір Орыс, Қытай, Иран үштік одағы тұр. Бұл үштік одақтың мүшеті бар. Ким, яғни Солтүстік Корей, Хамас, Башар Асад және Қазақстан. Көрдіңіздер ме? Қазақстанда батыс бейне Қытайға қолданған саясаты сияқты Қытайдың Ресейді қолдаған қисапсыз қаржымен, техникамен қолдағанын көрмеске салып, абайла деп ескертіп, енді санкция
салып отырғаны сияқты Қазақстанның билігінде орысшыл екенін біледі, бірақ көрмеске салып отыр. Оның да бір уақыт сағаты толатын, таразысы басатын күні болады. Сол күні Тоқаевтың аяғы көктен келеді. Иранның президенті Иран үшін алғанда нөмірі 2-ші адам. Көп жұрт ойлайды, ол Иранның президенті бітті, өлді, алақай, анау мынау деп. Алақайлауға әлі ерте. Иранның президенті Иранның рухани көсемі Аятолла Хомейнидің өзі өлтірген болуы мүмкін. Аятолла Хомейнидің өзі өлтірген болуы мүмкін. Себебі Иранда президент тек қана 2-ші категориядағы басшы, ал билік тұтасыменен рухани көсем Аятолла Хомейнидің қолында болады. Ал Аятолла Хомейниді 40 неше әлде 50 неше мазхабтардан, секталардан тұратын Иранның шиғалық шииттік бағытының рухани көсемдері сайлайды. Және ол бір сайлағанда өмір бойына сайлайды. Әлгі Ираныңыз шииттік бағыт, білесіздер. Оны көп жұрт мұсылмандар екіге бөлінеді, біреу сүнниттер, біреу шиғалар деп айтады. Анығында шиғаларды мұсылман деп атаудың өзі қиындау. Себебі олар исламдық ең негізгі принциптерге мүлде басқаша принцип ұстанады. Мұсылмандар ла илаха иллалла Мұхаммадан Расулалла десе, немесе кәлим айтқанда әшәду ан ла илаха иллаллах ва әшәду анна Мұхаммадан абдуху ва расулу десе, яғни Алладан өзге құлшылыққа лайық тәңір жоқ, Мұхаммед оның құлы және елшісі десе, ирандықтар, шиғаның кей топтары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламды Алланың құлы және елшісі деп мойындамайды. Олар тіпті Әли радиаллаху анхуды Алланың елшісі деп атайды. Бұл жалпы Иран анау исламды қабылдады деген сәттің аржақ бер жағынан басталған бұл ағым, бұл бейне христиан әлеміндегі таза христиандардан католиктердің бөлініп шыққанына ұқсаңқырайды. Жай мұсылман Аллаға серік қоспайды, Алла мен пенденің ортасында перде болмайды, әр адам тіке жаратушыға құлшылық жасайды деп сенеді. Бұл мұсылманның басты сенімі. Христиандар да тура солай. Бірақ христиандардың тринити, яғни үштік дейтін бір адасқан ағымдар ол тағы бар.